Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тауық етінен жасалынатын тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен біз тауықтың төс етін маринадтайтын боламыз. 500 грамм төс еті қажет бізге. Осыны дәл ортасынан екіге бөлетін боламыз. Қазір кесіп болғаннан кейін ұзынша етіп бөлетін боламыз. Артық осындай шандырлары болмаса терілері болса алып тастаймыз. Дәл осылай видеода көрсетілгенді етіп кесіп шығатын боламыз. Еттеріңіз әдемі болып шығу үшін жұмсақ кезінде осы етіміз жуып 1 сағатқа морозильникке салып қойсаңыздар, сол кезде осылай әдемі болып кесіледі. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса немесе пайдалы болған болса, төменде кері байланыс ретінде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, подписаться деген қызыл батырманы басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мендегі шыққан жаңа видеоны бірінші болып көре аласыздар. Неке барлығын турап болдық. Бізде осындай артықтары қалды. Артықтарын тамақ жасап жіберсеңіздер де болады. Енді маринадтаймыз. Үстіне тауық етіне арналған дәмдеуішті қосамыз. Үстіне әдемі рең беру үшін тәтті бұрыштан жасалған паприканы салатын боламыз. Оның үстіне осындай 1 шай қасық чеснок саламыз. Бұл чеснокты мен 3 дана чеснокты үкіштен өткізіп, үстіне 3 ас қасық сұйық майды қостым. Тауық етіне арналған дәмдеуіште тұзы бар болғандықтан кішкене ғана тұз саламыз. Содан кейін барып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді әдемі болып шығу үшін клярын дайындаймыз. Ол үшін 120 грамм жылы суға үстіне әдемі түс беру үшін сары бояуды салып араластырамыз. Үстіне ұнымызды бөліп сала отырып араластырамыз. Негізі бұл жерде темпурная мука деген бар, соны салу керекпіз негізінде. Бірақ бізде көбімізде ондай ұн табылмайтын болғандықтан, жоқ болғандықтан мен күнделікті пайдаланып жүрген ұнымызды пайдаланып жатырмын. Егер сіздерде сондай темпурная мука болса, соны пайдаланып жасай беріңіздер. Тіптен жақсы болып шығады. Дәл осылай қатты сұйық та емес, қатты қою да емес болып шығуы керек. Мінекей жаңа жасаған клярымыздың үстіне тауық етін салып, жақсылап аунатып аламыз ішінде. Содан кейін барып қысып тұрған майымызға салып қуыратын боламыз. Әр қайсысын біртіндеп салып, аунатып барып, майға қуыратын боламыз. Орташа отта пісіретін боламыз. 2-3 минутта пісіп шығады. Етті салған кезде түзу қылып салыңыздар. Қисық қылып салатын болсаңыздар, тура солай қисық болып пісіп шығатын болады. Пісіп шыққан кезде де оны түзулей алмайсыздар. Сондықтан салған кезде әдемілеп түзу қылып салыңыздар.
мінекей тауықтың төс еті дайын болды. Енді ыстық күйінде шұңғыл ыдысқа салып араластыратын боламыз. Арнайы осы тауық етіне арналған соус бар, sweet chili деген фирма Аройдікі, соны салатын боламыз. Ол осы тауық етіне арналған кез келген тіске басар болсын, салатқа болсын жақсы үйлеседі. Мінекей сіздерге көрсетіп жатырмын. Дәл осы соусты алып қолданасыздар. Дәл осы соуспен жасалынатын каналымда керемет салаттың рецептісі бар. Жоғарыда сілтемесін қалдыратын боламын. Басып кіріп көрсеңіздер болады. Мен мына жерде 200 грамм соус алған болатын, бірақ кішкене көптеу болып қалыпты. 150 граммдайын ғана қостым. 100 грамм қоссаңыздар да жеткілікті. Ақырын ғана араластырамыз. Сыртындағы клеары бөлініп кетпеу керек. Мінекей араластырып болдық, дайын болды. Біздің тауық етінен жасалған тіске басарымызда енді өзіміздің әдемі ыдысымызға жақсылап орналастырамыз. Үстіне көкшеппен, кез келген көкшеппен әсемдейміз. Екі ыдысқа бөліп салсаңыздар да болады, бүтіндей өзін салсаңыздар да болады. Әркімнің өзі қалауынша. Мінекей достар, біздің тауық етінен жасалған тіске басарымызда дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы рецептпен жасап көріп жатсаңыздар, мені Instagram аккаунтқа белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Мен қуанып қалатын боламын. Сіздермен болған Гүлайым. Астарыңыз дәмді болсын.